Ал үшін достар, эфирден кейін енді үй жаққа келе жатырмын. Жаңа түске таман телефоным істемей қалған болатын, өзім басылмай. Білмеймін, кеше телефон суға түсіп кеткен болатын. Содан кейін сәл көңіл күйім түсіп тұр. Атак негізі барлығы жақсы. Сіздердің қолдауларыңызды, видеоларыңызды барлығын көріп жатырмын. Сторисіме ала алмай да жатырмын жалпы. Телефон істемегеннен кейін. Айып етпеңіздер. Жақсы пікір жазып жатып, қолдап жатқан жандарға тағы да рахмет көп. Достар, башыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен кеше эфирден шығып, қатты ауырып келдім үйге. Өзім сондай ауырып жүрдім. Прям қолдау деген өте күшті болды. Үлкен рахмет сіздерге. Қатты қуаныштымын маған тілекші болып жатқандарыңызға. Бәрін оқыдым, қолымнан келгенше жауап қайтардым. Физически не успела бәріне ответ қайтаруға. Бірақ сонда да үлкен рахмет ниеттеріңізге. Баршаңызды жақсы көрем. Баршаңызға Алла разы болсын. Маған не тілесеңіздер өздеріңізге 100 есе болып қайтсын. Всех люблю. Всем привет, қалайсыздар? Біз эфирден шығып, қазір тамақ ішуге келді. Қайда десеңіздер, Акадзакиға келдік. Негізі одан алдын Акадзакиға всегда келіп жүретін едік, бірақ бүгін арнайы шақыртумен келіп отырмыз. Мақтаушы летнийге ашылыпты, летний как что отыр. Летнийге отырамыз ғой. Қазір ішіне кіріп көрсетеміз. Мен қолымда не десеңіздер, менде бургер. Және де қайда келдім? Мен Галаның жұмыс жағына келдім. Жаңа енді ол дұрыстап тамақ ішіп үлгермей қалған еді. Сонымен қазір енді жұмыс жағына келіп тұрмын. Собой алып алдым да, сонымен қазір эфирге кіріп кетіпті. Сонымен қазір Жомарт келді. Жомартпен жейін деп тұрмын тамақты. Қалдарыңыз қалай? Бүгін көбіңіз жазып жатыр екенсіздер, эфирде неге көңілсіз жоқсың деген сияқты. Мен деген кеше күннен бері температурамен ауырып, бүгін эфир бойы температурамен отырдым. Қазір енді апортқа келіп бір ащы нәрсе ішкім келіп тұр. Соңғы кез апортқа келіп, ішіп алып, онда үйге қайтатын боламын. Солай. Всем привет, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз қалай басталып жатыр? Мен деген 2 күн болдым ауырып жатқаныма, прям мазам қашып кетті. Мен деген бір ауыратын болсам, ұзағынан ауырам, еще барлық нәрседен отдалиться етіп кетемше, бір өзім жүргім келіп, солай. Білмеймін даже бүгін қалай біз ортаға шығатынымызды. Ужасно температурам қазірде шығып тұр. Түнмен температура болдым. Именно еще түнде қатты шығатшы температура ұйықтатпай. Сол вообще энергия деген ноль. Ауырмаңыздар, өздеріңізге қарап жүріңіздер. Қазір вроде бы вирус жүріп жатыр, ау деймін. Барлығымыз ауырып кеттік қой. Сол ауырмаудың амалын жасап, ауырмай жүре беріңіздер. Үміткер, бері кел десең. Шучу. Нет, не шучу, реально. Үміткер болып келіңіздерші, күтемін. Біз негізі еркектер сондай бір сыйлыққа келгенде бізге бір бермей қалады да дұрыс. Бізге носки беріп қалады мысалы да, сондай нәрселер беріп қалады, соған да шүкір етіп жүреміз негізінде. Енді әрине, мен соны ойланып, соны толғанып, мен өзім сендерге не сыйлау керек екенін, мен сендерге өзімнің атынан еркек ретінде мен сендерге қазір өзімнің кеңесімді айтамын. Алдыда как раз 7 май келе жатыр. Соған орай мен сендерге қазір келесі стористе айтып берейін. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Мен эфирден келдім үйге. Алдыңғы аптада естеріңізде болса, Қыз бала гүл әнін орындаған болатынмын. Сол кезде өте көп қолдау көрдім. Просмотрларда 150 мың просмотрға жетті. Рахмет үлкен қолдағандарыңызға. Және де соған байланысты дирекке де жазып жатыр, сізді тойға шақырсақ бола ма деген сияқты. Сол сұрақтардың барлығына жауап бере кетейін дегенім. Мені тойға шақырсаңыздар болады. Мен Қыз бала гүлден басқа да 3-4 әндерім бар. Тойға арналған, жалпы развлекательный, сондай веселый өлеңдерім бар. Орыс тілінде, ұйғыр тілінде, өзбекше деген сияқты. Сондықтан да достар, мен бірінші шақырған 3-4 адамға өте жақсы скидкамен шықсам ба деп жатырмын. Өйткені бір қолдау ретінде, өйткені мен білем, менің көрермендерім, қолдаушыларым шақырып жатыр деген сияқты. Сол үшін қазір менде осындай жеңілдіктер болып жатқан кезде мені алдын ала тойларыңызға шақырыңыздар, жазыңыздар.